Келесі тақырып элементтердің жіктелуі. Элементтердің ең алғашқы жіктелуі олардың металдар мен бейметалдар болып екіге бөлінуі. Ескі кестеде металдар мен бейметалдарды бөлу үшін бордан астатқа дейін бір түзу сызу керек. Осы түзудің оң жағында бейметалдар орналасады, ал сол жағында металдар. Бірақ бұл бөліну біраз қиындау. Себебі сутек мысалы бейметалдарға жатады, бірақ ол сол жағында орналасып тұр. Одан бөлек D элементтер де металдарға жатады барлығы. Сол үшін бұл жағдайда тек қана S және P элементтер ғана осы ережеге бағынады. Ал түзу бойында, демек металдар мен бейметалдар арасында, осы түзудің бойындағы элементтер екі дайлы элементтер деп аталады. Олар металдарға да, бейметалдарға да жатпайды, екеуінің дәл ортасында орналасады. Демек, екеуінің аралық түрі деп айтсақ болады. Демек, қасиеттері де олардың металдарға да, бейметалдарға да ұқсайды. Жаңа кестеде оларды бөлу біраз оңайырақ, себебі бұл кестеде екі дайлы элементтер мүлдем бөлек түспен боялып көрсетілген. Көкпеңбек түспен көрсетілген элементтер ол екі дайлы элементтер. Дәл солай, олардың оң жағында бейметалдар, сол жағында металдар орналасады. Және сутек те бұл жағдайда бейметалдар ғана жатады. Бұл жерде әлде қайда оңайырақ бөлінген, көріп тұрғаныңыздай металдардың саны бейметалдардыкінен әлде қайда көбірек. Одан кейінгі екінші бөліну ол элементтердің табиғи топтары бойынша бөлінуі. Демек, металдар мен бейметалдар өздерінің ішінде тағы да бөлек топтарға бөлінеді. Ол топтардың ішіндегі элементтер бір-біріне қасиеттері жағынан ұқсас болады. Сутек мүлдем бөлек топқа жатады. Демек, ол элементке ұқсас басқа элементтер жоқ. Сол үшін ол бөлек алынады. Одан бөлек бірінші топтағы элементтер сілтілік металдар деп аталады. Екінші топтағылары сілтілік жер металдар деп аталады. D элементтердің барлығы бір топ ретінде есептеледі және ауыспалы металдар деп аталады. Келесі үш топтағы элементтердің нақты бір белгілі бір атауы жоқ. Олар бір-біріне қасиеттері жағынан да онша ұқсай бермейді. Сол үшін оларды әдетте жай ғана бор топшасы, көміртек топшасы және азот топшасы деп атай береді. Оттектің тобы халькогендер деп аталады, фтордың тобы галогендер деп аталады, ал соңғы топ инертті газдар деп аталады. F элементтер екі топқа бөлінеді. Лантаннан басталатын F элементтер лантаноидтар деп аталады, ал актиниден басталатын элементтер актиноидтар деп аталады. Периодтық кестедегі элементтер осылайша бөлінеді.